Көкжарлы Қаратай батырдың ұрпақтары баба әруағына құран бағыштап қайтпақ ниетте Қарағандыға жолға шықтық. Жолай Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу Аюлы ауылына бұрылып, жазушы Кәмел Жүністегін жол бастауыш етіп алдық. Осы өңірдің ойғырын тарихын жақсы білетін Кәмел ақсақал 2000 жылдары Қаратай бабамыздың бейітін табуға тікелей атсалысқан. Ағадыр ауылын басып өтіп, шойын жолдың бойындағы киіктіге түс ауалдындық. Бұдан әрі ауыл жоқ, медиен дала құба белдер. Кәмел ағаның нұсқауымен тілерсектен шаң шұбатып, оңтүстік батысты бетке алдық. Таятқан шынаққа таяғанда шошайған мазарға қарай мойын создық. Қаратайдың жатқан жері. Шежіреден тартсақ, Қаратай Найманның 5-ші ұрпағы. Найманның Белгібайынан сүгірші туған. Оның Балталы, Бағаналы, Ергенекті деген 3 ұлы болған. Ергенектіден Саржомарт, Бура, Көкжарлы тарайды. Қаратай бабамыз Көкжарлының тұңғыш ұлы. Одан Бораншы, Беске, Шоңмұрын туған. Міне, осы шөйінен тараған біздің табанымыз бүгін бабамыз жатқан жерге тиді. Қаратай мазарын әу баста зерттеген Әлихан Бөкейханов еді. 1918 жылы Семейде Алашорда съезі болған. Сонда Әлихан Шыңғыстайдан келген Әбдікерім досынан бабаңның басы қайда жатыр білесің бе деп сұраған екен. Анығым білмеген әпекең сасқалақтап қалған көрінеді. Сонда Әлихан, сенің бабаң таятқан шұнақта жатыр депті. 1771 жылы Убаши хан Ресей империясынан шығып, Қытаймен келісіммен қазақтың жерін өтетін болғаннан кейін, Абылай Сұлтан 100 мың қазақтың қолын жинап алып, беріп Убаши ханды 250 мың халқымен осы жерден қарсы аламын деп. Жерге жеткенде Убаши хан Абылай Сұлтанға жалынды. Әкелгенімді берейін, сұрағаныңды берейін. Жерге жеткенімше, қазақтың жерінен өткенімше 170 мың халқым қалды. 100 мыңден қазір ал Құдай жаратқан халықты жоқ қылайын деп отырсың. 40 батырға 40 батыр шығарайын. Кімнің батыры жетеді, жеңеді, соның әмірі өтеді деп. Мына жерде, мына таудың алдында анау жазыққа 40 батырға 40 батыр шықты. Қазақтың 40 батыры, қалмақтың 40 батырын жоқ қылды. Өкінішке орай, сол 40-қа 40 шыққанда Найман руынан шыққан Көкжарлы Қаратай батыр қаза болды. Абылай Сұлтан Убаши ханға әмір берді, жолың бетпақ деп. Мына тауды қалмақ қырған деп атайсыңдар. Көкжарлы Қаратайды етегіне жерлейсіңдер, күмбезін тұрағызасың. Абылайдың заманында батырларға күмбезді кигіз ретінде тұрғызады. Кейін 2001 жылы ұрпақтары іздестіріп, бұл күмбезді дәлелдеп, 2014 жылы реставрация жасалынғанда бұл күмбезде 3 адам жерленгенін реставратордар дәлелдеп, бүгін күні үшеуінде де бесігі көрсетіліп тұр. Бүкіл әлемнің асылы, бұл дүниенің жақсылығы, бастарына, отбасыларына, бала-шағаларына еттігі жүргір, ожылы кішкен жарылқай көр, Көкжарлы Қаратай батырдың әруағы қолдай көр. Рабаны кина Фидония хасаната, уатио тиречи хасаната, уатина газабнар, бирахматтай ярахман ефрахи, аумин, Аллах акбар. Қабыл боларын Ниет қылып құран бағыштаған соң Қаратайдың ұрпақтары Құрмет Оразаев, Қайрат Ахметов, Бауыржан Құдабаев, Дәулет Әшімхан, Мерей Қайнарлы, Әділ Сайлаубектер осыдан 8-9 шақырым жердегі Ағыбай батырдың басына бет түзедік. Мұнда шырақшы Хамит ақсақалдың шаңырағында дастархан жайылды, құрбандық шалынды. Ертесі таңбалы тастармен Мамыт батырдың басына соқтық. Бұрындары оның моласында ақ сөңкесі шыққан аттың басы тұрған екен. Бертінде су шайды ма, ит құс көтеріп кетті ме ғайып болған. Моланың төбесі ойылып кеткен екен. Тарихтан белгілі, Мамыт Ағыбай батырдың оң қолы болған. Ағыбай өмірден өткен соң да ел басқарғанын көне көздер әңгімелеп отыратын. Қазақта дәстүр жоқ, кем көріп көрсе атақтадың болсын ғой,
ағыбай мына атақты адамдар еш уақытта біреудің бетіне барып жерлемеген. Кейбіреулерге көтеру ана аның ішінде мамытта жатыр, характерде жатыр. Екеуінің арасы 150 жыл почти. Қараңыздаршы. Мамытты андай жерге апарып қойды дегеннің өзі Мамытты қолдау ғой. Байқадыңыздар ма? Екі күмбездің конструкциясы бірдей. Кигіз үйкесі қатты. Қаратайдікі де мына екеуі дәл солай болған. Қаратай мен Ағыбай батырлардың кесенелері еңселі, сонау қозы көш жерден қарауытады. Біздер Қаратай ұрпақтары келер жылы батыр бабамыздың мазарының маңайын қоршап, келген жұрт емін еркін демалып тәу етуіне мүмкіндік жасауды ойластырып жатырмыз. Мамыттың басына да белгісін қойса құба-құп болар ма еді. Көңіл тоқ, арқадан бір жүк түскендей елге аяңдадық.